Саламатсыздар ма? Мен Әбдіқамил Шолпан Асхатқызы. Шалқар қаласы нөмір 1 мектеп гимназиясының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7-ші Ә сынып оқушысымын. Қазақстанның 7 кереметі номинациясына 7 кереметтің мобильді моделі тақырыбына өзімнің жобамды ұсынамын. Біздің мектебімізде осындай Қазақстанның 7 кереметі тақырыбына стенд орнатылған. Жобамның мақсаты Қазақстанның табиғи және мәдени байлығын әлемге таныту, еліміздің туристік әлеуетін арттыру және халықтың тарихи мұраға деген қызығушылығын көтеру. Жоба арқылы Қазақстанның көрікті жерлерін дәріптеп, туризм саласын дамыту, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың экономикалық жағдайын жақсарту, мәдени мұрамызды өскелең ұрпаққа жеткізу. Қазақстанның 7 кереметін дәріптеуде осы тақырыпқа қызығушылық танытушыларға арнайы мобильді модель әзірледім. Осы мобильді модель арқылы керекті ақпаратты қолжетімді етуге және жеңілдетуге тырыстым. Сондай-ақ мобильді модель арқылы өскелең ұрпақтың нақты әрі жылдам ақпарат ала алатынына сенімім мол. Қазақстанның 7 кереметі таңбалы тас, алтын адам, өзіміздің қазақтың киіз үйі, бәйтерек, домбыра, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Маңғыстау жерасты мешіттері. Таңбалы тас Бетпақдала сахарасының ортасын қия кесіп, ұзынан созылған таңбалы тік жартас. Сарысу өзенінен 20 километрдей жоғарырақ Қызыл-Жыңғыл орманына қарама-қарсы Биік Нұраның іргесінде орналасқан. Осы жерде мен таңбалыдаймын. Алтын адам биіктігі 6 метрге, ал диаметрі 60 метрге жететін Есік өзенінің жағасындағы Есік қорғанының қазу нәтижесінде Алматыдан 53,5 шақырым жерде 1969-70 жылдары табылған археологиялық олжаның шартты атауы. Бұл алтын киімдегі Сақ патшайымның қалдықтары. Киіз үй орталық және Орта Азия халықтарының негізгі баспанасы. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі тұрғын үйі. Ол көшпелілердің тез жығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Осы жерде мен домбыраға ерекше тоқталып кеткім келеді. Домбыра қазақ, ноғай және қалмақтардың мәдениетінде бар екі шекті көп пернелі аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберіне жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге арналған домбыра. Кейіннен қазіргі заманда осы аспаптық шығармаларды орындауға да ықпал етеді. Бұл мен домбыраға өзім қатысамын, өзімнің қызығушылығым бар. Домбыраның жалпы құрылысын айта кететін болсам, оның бір басы және 2 құлағы болады, және 19 пернесі болады. Содан соң 2 ішегі, мына жерде кішкене тиек, сосын үлкен тиек болады. Артында шанағы, бетінде бет қақпағы және қосатқы бет қақпағы болады. Мен QR кодпен осы Сәлем достар, 1 шілдеде Қазақстан ұлттық домбыра күнін атап өтеді. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін осынау аспап бір сәт тыңдаушының жүрегіне қуаныш ұялатып, дархан даланы еске салса, енді бір сәтте көзіңе жас үйіртіп, көкірегіңе мұң ұялататын әуен шығара алады. Ендеше домбыра туралы қызықты 5 деректі ұсынамыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін оны кішкене мазарға жерлеген, кейіннен Ақсақ Темір оған кесене тұрғызған. Бұдан кейін мұсылмандардың жаппай тәуеп ету орнына айналған. Маңғыстау жерасты мешіттері. Маңғыстау жерасты мешіті кей кезде Бекетада жерасты мешіт деп те аталады. Оңтүстік үстірті Маңғыстау ойысына тігілген тұмсығының үзіліп қалған оғланды шоқысына қашалған тарихи
сәулет ескерткіші. Бәйтерек Астана қаласындағы сәулет құрылыс кешені сәулет өнерінің бірегей туындысы. Елорданың ең көрнекті ғимараттарының бірі. Металдан, әйнек және бетоннан жасалған бұл терек әлеуметтік, сәулеттік жағынан да, жасалу жағынан да бірегей. Биіктігі 105 метрлік металл құрамының салмағы 1000 тоннадан жоғары 500-ге жуық қададан тұрылған. Және де мен бәйтерек туралы бейнероликті QR-кодте осылай беріп кеттім. Жалпы менің бұл жобада беретін ұсынысым, әлемнің 7 кереметін тәрізді Қазақстанның 7 кереметінің де әлемге танымал болуына үлес қосу үшін әлі де іздену. Қазақстанның 7 кереметі бағдарламасын құрастыру, заман талабына сай жастардың қызығушылығын арттыру мақсатында үлкен аудиторияға арналған мобильді қосымшаларды жасап шығару.